Абай аманаты мәңгілік ел боймы томыра. Жасасын тәуелсіздік көк байрағы. Абай қазақ елінің рухани қазынасы. Абай ұлы даланың мызғымас темір қазығы. Егеменді ел болып, мерейіміз тасыды. Жаңғырды Алтай Алатау, Каспий арасы. Абайдың әнін шырқайды қазақ баласы. Абай арманы, халықтың асқақ арманы. Алтын қыран боп, бүкіл дүниені шарлады. Абай жыры, ақындықтың алдаспаны. Қара сөздері, ұрпақтың ұлы дастаны. Уақыт пен кеңістікке бағынбай, 21 ғасырда да Хакім Абайдың жұлдызының биік тұрғандығы, ең алдымен Абай шығармасының әмбебаптығы мен планетарлық масштабында. Лирика, поэзия, сатира, аударма жанрларының негізін қалап қана қоймай, ол жанрларды әлемдік биікке шығара білді. Сенбас, болма әрнеге, өнерпаз, болсан арқалан. Сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта, бар қалан. Black of my eye, frame of my mind, drink never dry, love of my mind. Ni inse bence baydı guangoto, hibay filmidi mauza ilişan kyu. Ni de şimiru beytü hümşürey, orosyan jaudu guanin to şintiyen. Monda überglänzt die Nacht, bergt im Wasser Spiegelbild, liegt auch der Aul im Schlaf, rauscht des Flusses Wirbelspiel. Благодатную радостью мир напоен, бесконечно украшен Создателем Он, материнскою грудью вскормила земля. Все, что солнцем зачал, в ней Отец небосклон. Ақ киімді бөгөкділі, ақ сақалы, көр, ділсіз, танымаз дірі жаны, үсті басы ақ қыра, өтсіз суық,
Көздері чықырлатып келіп қалды. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық еркен жалықпас, үйретуден балаға.
Уақалай, Айдар қайда? Айдар шықты. Бірақ алда заман қатты өзгеріп, қауым мүлде басқа дәурен жасар. Басқа заңдар туғызып, халық болып үлкен ырысқа бірге жетер. Сол болашақ үшін бір шөмшекей, бір ғана кірпіштей кесек қалап кетсем, армансызбын. Сол заманға сәлемдеңдер, сәлемдеңдер, ұрпағым, ардақты қазақ елім. Ағартушылық ойлары оның
ол тұстарда тіпті адамзат ғұламасы атануына арқау болды. Абайдың табиғат лирикасы, әсіресе жылдың 4 мезгілін суреттейтін өлеңдер күшті ақындық шеберлікпен, зор мәдениетпен жазылған аса сұлу, сылқым, сырлы жырлар. Жерді басқан, білмеймін, тойғаны ма, тоңғаны ма, жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан. Қастырына қатарланып қайтса бермен, астында ақ шомшы жүр ол бір керуен. Қаялды қарасаң да жабырқаңқы, күлкі ойын көрінбейді сел серуен. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқырмау қолтаны мастыр жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі соқ, басқан жері сықырмап келіп қалды. Демалысы үскірік аяз бен қар, кәрі құдан қыз келіп әлек салды. Ұшпадай бүркін киген оқшырайтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Ұлықтай қасы жауып екі көзін, басын сіліксе қар жауып мазаң қалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Жазғы тұры қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпыра жердің жүзі. Жан жануар, адамзат анталаса, ата-анадай елжірер күннің көзі. Қырдағы ел, ойдағы елмен араласып, күлімдесіп, көрісіп, құшақтасып, шаруа қуған жастардың мойны босап, сыбырласып, сырласып, мауқын басып. Түйе боздап, қой қоздап, қора да шу, көбелек пен құстар да сайда дуду. Гүл мен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қақып, бұраңдап ағады су. Жасыл жүрген болғанда, көкірек шалғындай шешен.
Абай жолы, даналықтың даңғылы, абай әні, адамзаттың жаңбыры. Абай алаш жұртының аражданы айбыны, абай поэзия әлемінің жарқыраған айдыны. Абай ұлылықтың шамшырағы, абай ізгілік пен тектіліктің бағдаршамы, абай бүгін мен болашақтың алтын діңгегі. Абай елдік пен бірліктің мәңгі тірегі. Сөз кейінгі келер, ұрпаққа арналған еді. Кейінгі ұрпақ, әлі талай ұрпақ келер, солар біздің осы ізімізді жалғайды деген оймен аяқтайды. Дәрменнің атымен айтқызып, тура осы оймен аяқтайды. Бүгін меніңше соның бір жалғасы белгісі сияқты айналайындар, өнерлерің өсе берсін, өрге ұшсын. Мына жас буыннан бастап үлкен буынға дейін бір абайдың әніменен, рухыменен, деміменен бір тамаша жанымызды рахаттандырып тастадыңыздар. Өркендеріңіз өсе берсін. Осыншама ауқымды жұмысты бұлжытпай орындап, шашау шығармай атқарып, мына хореограф осы Гүлжан айналайын, рахмет. Осынша баланы бірдей қимылға келіп көндірудің өзіне қаншама сағат, қаншама уақыт кеткенін үлкен театрлардың өзінде де, мына жабдықтау театрда оның декорациясын жасау, киімін лайықтау оның бар оңай шаруа емес. Осының барын атқарып отқан Жадыра ханым, сізге үлкен алғыс, мынадай үлкен еңбегіңіз енді бетпе-бет еңбегіңіздің
небір әдемі ұлжандардың бейнесін көріп қалған сияқтымыз. Мынау дәрмендер, одан кейін мына жаңа айдар ажарлар, әйгерімдер, кешегі анау әмірлер менен керім балалардың бір бейнесі осы сіздердің мектептеріңізден көргендейміз. Осы ұйымдарыңыз ажырамасын, осы бірліктеріңіз тарамасын, осы бірлік, береке, осы ордаға келе берсін, қона берсін, әр атқарған істеріңіз жақсылыққа қарай ұласа берсін. Рахмет. Мен бір ән айтқым келді, ренжімеңіздерші. Абайдың бір әнін айтайыншы. Мына әдемі қыздарды көргенде Абайдың қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы деген ән есіме келіп тұр. Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы аласаз нұрлы жүзі гүл жайнайды маңдайдан тура түскен қара ақша жүз ал қызыл бет тіл байлайды көрінер аузын ашса кірісіз секілді қолмен тізілген іш қайнайды. Күшігін қайда беруге тура келіп тұр. Кешеден бері ұлттық мәселелер талқылап, бүгін бабалардың рухани мұрасын жаңғыртып, енді соның нүктесін қандай бір керемет көңіл күйде нүктесін қойдық. Мен бір өнер академиясына, өнердің бір мықты ордасына кәсіби түрде оқытып, сол жерге келгендей сезімде болдым. Шын мәнінде бұның артында үлкен еңбек, қаншама күш, қуат, уақыт, ең бастысы сіздердің осы өнерге деген, Абайдың рухына деген адалдықтарыңызбен кішкентай ғана жүректеріңіздегі ниеттеріңіз жатыр. Соған сай еңбектеріңіз жатыр. Бұл жердегі күйші Гүлжан ханымның еңбегі, ең бастысы осы ұжымды үйістіріп отырған Жадыра апайдың еңбегі ерен екенін көрдік. Ау, Жұмагелді ағайымыз бағана ән Жалғас азаматымызды инженер деп естіп алды ма? Солай ма? Абайды сонда ма? Айдар деген азамат. Сонда бұл мектептің біз істеп жүрген Абай мектебінің тұжырымдамасы қалай болу керек дегенде, Абай мектебінің бүкіл қызметкері, баласы, оқушы, мұғалім, бүкіл қызметкері, бүкіл адамы Абайдың әнімен, қазақтың рухымен сусындаған, ұлттық рухани мұраны терең меңгерген, бойларында, жанарларында, жүздерінде, жүректерінде бабалардың рухы мен мұндалап көрініп тұратын болу керек деген жаңағы түйінге келгенбіз. Соның нақты көрсеткішін көрсеттіңіздер. Ел аман, жұрт тыныш болсын, осылай қуанышты мерекелі күндерде кездесейік. Бабалардың рухы асқақтай берсін, сонда ғана біздің жолымыз ашық болады. Рахмет сізге. Рахмет баршаларыңызға. Наждегі шешендік өнер сайысына келіп отырған ең бір шәкірттеріміз, әріптестеріміз, сонымен қоса Наждек көрсеңіздер, осы мектептің әжелері түгел назар салсаңыздар, осы балалар үшін әжелердің әні деген мүлдем бөлек жатыр. Енді шындыға керек. Еңбек деген баладан еңкейген қартқа дейін ұлтым деп, Абай деп жүрегі соғатын болса, біз ешқандай қорқынышсыз
әлеммен кез келген елмен зерттесе аламыз. Рахмет баршаларына. Бүгінгі келген қонақтарымыздың барлығын жоғары жаққа Абайдың қасына қарай өтіп, жалпы бір фотоға түсіп алсақ, Абайдың қасынан ары жағына қарай өтсеңіздер